2 жасар құнандар көктемде 3-ке шығады екен. Бойлары 1,65-тен. Екеуі де көкпар шабатын мықты айғырдың балдары. Аяқтары сау, денсаулығы жақсы. Торы құнан 4 миллион теңге саудасы бар. Көк құнан 5 миллион теңге саудасы бар. Сайрам ауданы Ынтымақ ауылында тұр. Байланыс телефоны 8771 427 7619. Қажет болса осы номерге хабарласыңыздар. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің 4 түлік малдарын сатуға жарнама салуларыңыз келсе, мына телефонға хабарласыңыздар. 8702 910 0705. Сол ат жылқы дейді. Мына дүниенің зейнетінен дейді ол дейді. Алла Тағала атты өте сондай әдемі жаратқан. Атты. Машалла. Хадисте келген ол. Расулullah айтады, балаларыңды 3 нәрсеге үйретіңдер дейді. Соның біріншісі атты айтқан. Балаларына атқа мінгізіп үйретіңдер, кейін садақат үйретіңдер, кейін жүзіп үйретіңдер деген. Оламар айтады, атқа қанша уақыт арнап, соны сипалап, жемін беріп, қарай берсең, сағаттар жүрсін. Ол уақыттан сұралмайсың дейді. Яғни ол уақыттар жай бос, бекершілік болып есептелінбейді. Атқа қараған кезде адам тек қана өрден бір жақсы энергия алады екен адам. Мінсең де, сипаласаң да, жанында жүрсең де, астын тазаласаң да, өзі не аласың? Адам жақсы энергия алады екен, ат жылқыдан. Сосын қазақты жылқы мінезі дейтін сол.